саған домбыра туралы айтып берейін. Қадыр Мырзалиев атамыз айтқандай, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Мынау домбыра. Ата бабаларымыз осы домбырамен біздің дәстүрлерімізді жеткізген, салт дәстүрлерін жеткізген, терме жырларымен. Домбыраның басы болады, екі құлағы, мынау мойны, мынау пернесі дейді. Және екі шегі болады оның. Және мынау тиек дейді. Домбыра кел саған, домбыра тап көрсетейік. Алдым отыр. Саған бұған домбыраны осылай ұстайды, оң қолмен сол қолмен тартады осылай. Мира саған балбырауын күйін тартып берсін. Кел, Мирас. Күй тартып бер бізге.